Баршаңызға сәлем, есімім Гүлнұр, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге дәмі аузыңызда қалатын ерекше тағамдардың бірі түшпара тағамын бірге жасайтын боламыз. Ол үшін видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен түшпараның қамырын дайындап аламыз. Ол үшін бос ыдысқа жарты пиала суды, 1 шай қасық тұз және 1 дана жұмыртқамызды салып, жақсылап, ерігенше араластырып аламыз. Содан соң қажетінше ұнды салып, жақсылап қамыр жасаймыз. Қамырды мен қаттырақ етіп илеп алдым. Міне дәл осылайша қолға жабыспайтындай қамырды илеп алдық. Ал енді осы қамырды пакетке орап, 10-15 минутқа тындырып қоямыз. Шамамен 10 минут өткеннен соң қамырды тағы да бір рет илеп алдым. Осымен қамырымызды дайындап алдық, ал енді ішіне салмасын дайындап аламыз. Салмасы үшін жарты келі тартылған етке 2 дана пияз қажет болады. Ең алдымен пиязымызды жақсылап ұсақтап турап аламыз. Ұсақтап турап алған пиязымызды тартылған еттің үстінен саламыз және дәміне қарай 1 ас қасық тұз салдым және 1 шай қасық қара бұрыш, аздап қызыл бұрышты да қостым. Және қолымызбен жақсылап біркелкі етіп араластырып аламыз. Ал енді дайын болған қамырымызды оқтаудың көмегімен біркелкі етіп жайып аламыз. Және дәл осы видеодағындай қамырымызды кесіп аламыз. Қамырымызды дәл осы видеодағындай төртбұрыштап турап алдық. Ал енді түшпарамызды бүгіп бастаймыз. Міне дәл осы видеодағындай түйуге болады. Түйу жолы өте оңай, дәл осы видеодағындай қайталасаңыздар болады. Түшпара өте дәмді, ерекше тағамдардың бірі. Отбасыларыңызға немесе келген қонақтарға жасап беруге кеңес беремін. Дәл осылайша дайындалған түшпарамызды тоңазытқышта сақтауға да болады. Міне осылайша түшпарамыздың барлығын түйіп дайындап алдық. Осылайша түйіп жатқанда газдың үстінен суды қойып қойсаңыздар болады. Түшпара дайын болғанша суымыз қайнап тұрады. Міне қайнап тұрған суымыздың үстінен дайындап алған түшпарамыздың барлығында салып, жақсылап біркелкі араластырамыз және бетін жауып қайнағанынша күтеміз. Осылайша қайнап шықты. Шамамен 3-4 минутта қайнатып, түшпарамызды пісіріп аламыз. Үстінен 1 стакан салқын суды құямыз және тәрелкеміздің үстінен сүзіп аламыз. Міне осылайша керемет болып, қамыры езілмей, ажырамай дайын болып пісті. Мен түшпараның арасына араластыратын аздап тұздық жасап алдым. Ал сіздер сары маймен алмастырсаңыздар да болады. Осылайша түшпара тағамымыз дайын болды. Сіздер де жасап көрсеңіздер болады. Қыздар, видео ұнаған болса, Гүлнұр Акберді каналына тіркеліп,
төменге пікір жазуды және лайк басуды ұмытпаңыздар. Ас болсын!